Жаратылыстану сауаттылығы дегеніміз адамның жаратылыстануға байланысты белсенді азаматтық ұстанымға ие болуы, әрі білімін қолдануға, ғылыми идеяларды қабылдауға әзірлігі. Ғылыми сауатты адам жаратылыстану ғылымдарына, технологияларға қатысты тақырыптарды талдайды, пікірін дәйектейді, әрі қорытынды жасайды. Жаратылыстану сауаттылығы белгілі бір құзыреттіліктерді болуымен анықталады. Олар құбылыстарға ғылыми түсінік беру, ғылыми зерттеудің негізгі ерекшеліктерін түсініп, әдістерін қолдана алу, қорытынды жасау үшін деректерді талдау және ғылыми дәлел келтіру. Жаратылыстану пәні оқу бағдарламасы бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыруға бағытталады. Слайдта оқу мақсаттарының мысалы келтірілді. Бастауыш сынып оқушысының жаратылыстану сауаттылығын қалай қалыптастыруға болады? Әрине, бұл сабақта тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады. Тапсырмалар шартты түрде 3 топқа біріктіріледі. Қалай білуге болады? Түсіндір, өзің жаса. Олардың бірінші тобы теориялық білімді қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар. Екінші тобына практикалық іс-әрекет барысында білімді қолдануды көздейтін тапсырмаларды жатқызады. Тапсырмалардың үшінші тобы өмірлік жағдаятты шешу барысында пайымдау дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік беретін қалыптан тыс тапсырмалар. Бұл тапсырмалардың қатарына пәнаралық байланысты жүзеге асыратын кіріктірілген тапсырмалар да енеді. Сабақта жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыруға зерттеу негізінде оқыту моделін қолдану оң әсерін тигізеді. Ол бірнеше кезеңнен тұрады. Зерттеу сұрағын қою, ақпарат жинау, жауап моделін құру, таныстырылым және талқылау, рефлексия. Бұл модель цикл. Себебі рефлексия кезеңі келесі зерттеуге ынталандырып, жаңа зерттеудің бастамасы болуы мүмкін.